Дәретті бұзбайтын нәрселер. Бірінші, адамның денесінің кез келген жерінен шыққан қан сарысудың жайылмай шыққан орында тұруы. Екінші, аузы толмай шыққан құсық. Үшінші, қатқан қанның қанамай үгіліп түсуі. Төртінші, түкірік немесе сіңбірікке аз қан араласуы. Бесінші, ауыз тола қақырық тастау. Алтыншы, мұрын, құлақ болмаса бір жарадан дене құртының түсуі. Жетінші, тістелген жемісте немесе щеткада көрінген аққандығы білінбеген қан ізі. Сегізінші, кене, маса, сүліктің және тағы басқа жәндіктердің тойғанша сорған қаны. Бірақ сүліктің сорып болғаннан кейін жалғаса аққан қан дәретті бұзады. Тоғызыншы, жақсылап мығым отыру немесе намазда аяқта, рүкүғте, сәждеде ұйықтау. Оныншы, намаздан тыс немесе жаназа намазында тұрып, яки болмаса тилауа сәждесінде дауыстап күлу. 11-ші, жылау дәретті бұзбайды. 12-ші, дауыссыз жай ғана жымию намазды да дәретті де бұзбайды. Дәретті бұзатын нәрселер. Бірінші, үлкен, кіші дәрет, қан, мәни, мәзи, уәди секілді нәжістің немесе қандай бір сұйық не қою нәрсенің шығуы. Екінші, мұрыннан немесе дененің кез келген жерінен қан, ірің секілді нәрселердің шығуы. Ауыздан келген қан, егер түкіріктің көлеміндей немесе түкіріктен көп болса, дәретті бұзады. Аз болса, бұзылмайды. Дененің басқа жерінен шыққан қан айналасына жайылса, дәретті бұзады. Егер ине шындай бір қан шығып, қатып қалса, дәретке зияндығы жоқ. Тіпті оны қолмен сүртіп, не үгітіп тастау да дәретті бұзбайды. Сол секілді, жарадан аққан ірің мен сарысу да қан секілді. Үшінші, желдің шығуы. Хадисте желдің шығып шықпағаны жайлы күмәнданған адамға желдің дыбысы яки иісі сезілмейінше дәреттің бұзылмайтыны жайлы айтылады. Төртінші, аузы толып құсу. Ауыз тола су, тамақ, қан, запыран секілді құсықтар дәретті бұзады. Қақырық, түкірік секілді болғандықтан дәретті бұзбайды. Бесінші, намазда дауыстап күлу. Алтыншы, ақыл есінен айыратын жағдайлар дәретті бұзады. Ұйықтау, ақылына нұқсан келу, талу, мас болу секілді жағдайлар. Бірақ ұйықтау мәселесі басқа. Егер адам бір нәрсеге сүйеніп, немесе жантайып жатса, яки болмаса аяқтарын созып отырып ұйықтаса, дәрет бұзылады. Өйткені мұнда еркін ұйықтаған жағдайда жел шығу ықтималы бар. Бірақ адам жерге жақсылап отырып, ешбір жерге сүйенбесе, немесе намазда, қиямда, рүкүғта, сәждеде ұйықтаса, тіпті намаздан тыс осылайша ұйықтаса, дәреті бұзылмайды. Жетінші, жыныстық қатынаста болу. Сегізінші, ерлі-зайыптылардың жыныс мүшелерінің киімсіз бір-біріне тиюлері. Тоғызыншы, мәсілерге мәсх етілгеннен кейін жергілікті тұрғынға бір күн, бір түннің, ал жолаушыға 3 күннің өтуі, немесе мәсх етілгеннен кейін сол уақыт ішінде мәсінің біреуі болсын шешілуі. Оныншы, үзірлі адамның алған дәретінің уақыты шығуы. Белгілі бір себебі бар. Мысалы, тісі қанай беретін адам әр намаз уақытының ішінде сол уақыт үшін дәрет алуы қажет. Жаңа азан оқылғанда сол уақытқа арналып алған дәреті бұзылады да, оған жаңа уақыт үшін қайта дәрет алуы қажет. 11-ші, тайымым жасаған адамның суға қолы жетуі. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.